Қайырлы күн. Менің пациенттерімнен, қыз келіншектерден Instagram, TikTok, YouTube'тарда көп келетін сұрақ, көп қыз келіншекті толғандыратын сұрақ, ол түтікшелердің стерилизациясы немесе түтік трубаны байлату. Сол туралы сіздерге түсіндірме бір ақпаратпен бөлісейін. Түтікшелер бұл жаңа әйел ағзасы, тағы да қайталай өтейік, жатыр денесі, қосалқыларына труба, аналық безі кіреді және қынаптан тұрады. Әр мүшенің өзінің қызметі бар. Жатыр бұл негізгі мақсаты, ол ұрыққа ұя. 9 ай құрсақта нәрестені көтеріп босандыру. Ал жаңағыдай жатыр мойны, қынап, ол жаңағыдай жыныстық қатынасқа, тұрмысқа байланысты қызметі бар. Мынау трубалар және аналық бездің ол қызметі ерекше. Трубалар бұл жатыр мен аналық безді байланыстыратын түтікше. Ал аналық без бұл әйелдігін сақтайтын, гормондармен қамтамасыз ететін эндокриндік без. Бұл безде сіздің жаңағыдай гормондарыңыз бөлінеді, эстроген сияқты түрлі гормондар бөлінеді. Ол гормондар сіздің жаңағыдай болмысыңызды анықтайды, және де бұл тағы да бір қызметі, бұл аналық жасушаны шығарады. Аналық жасуша мына жерден пісіп, жарылып, мына жаққа шығып, ал мына жерде ұрықтану пайда болып, сол ұрық труба арқылы жатырының қуысына түседі. Яғни трубаның негізгі мақсаты, бұл өткізгіштік мақсат деп айтамыз. Жаңағы келген аталық ұрықтың аналық ұрыққа дейін жол жүріп өтуі және ұрықтанған клетканың, жасушаның қайтадан жатырға кеп орналасуын қамтамасыз ететін жаңағыдай түтікше орган. Бұл фимбрия ішіндегі ұзын бөліктер бар өзінің. Мынау жатырға қараған бөлігі, ампулярлы бөлігі, фимбриальды бөлігі деп айтыламыз. Бұл әрқайсының өзінің қызметі бар. Және бұның ішіндегі кірпікшелері барлығы жаңағы ұрықтың жатырға барып орналасуына жағдай жасайды. Енді осы түтікше, егер де әйел операция жолымен босанды, жаңағыдай немесе өзінің босану қызметін жаңағы аяқтаса, 5 рет туды, 4 рет туды, 7 рет туды, босану өзінің ұрпақты болам деген жоспарын орындап біткеннен кейін спираль салып, түрлі көк таблеткаларды ішіп, немесе терасына депо салдырмай қиналмас үшін стерилизацияның ең нәтижелі түрі ол түтікшелерді байлау болып табылады. Ол үшін қолданатын жаңағыдай нелерді көрсетіп кетейін, чтобы сіздерде осы туралы күмәндарыңыз болса, ешқандай күмән қалмайтындай. Бұған қолданылатыны тек қана жаңағы жіп қана қолданылады, немесе коагулятор деп айтыламыз, сол ғана қолданылады. Ештеңке сіздің денеңізде бөтен нәрсе салынбайды, артық нәрсе қонбайды. Егер де мысалға спираль салған кезде жатыр қуысында спираль тұратын болса, бұл жерде түтікшеге ештеңке салынбайды, тек қана түтікшенің өткізгіштігі бұзылады. Міне енді өзіңіз қараңыз. Бұлай жаңағы осы трубаны қарасаңыз, өзіңіз көріп тұрыңыз. Міне бұлай түтікшелер байланады. Мына жақтан да тура осы әрекет мына келесі беттен де жасалады. Бұл мына жақтан келген аталық ұрықты мынау аналық ұрыққа қарай еш өткізбейді, тек қана сол ғана қызметі бар. Енді өзіңіз көзіңіз жеткендей, түтікшелерді байлау ешқандай гормональный
ешқандай дисбаланс шақырмайды ондай. Бұл тек қана түтікшенің өткізгіштігі бұзылады, болды. Сіз еш уайымдамай, уайымдамай түтікшені байлауға келісім бере берсеңіз болады. Бірақ бұл түтікшенің байлаудың бір кемшілігі не? Ол сіз бұдан кейін жүкті, табиғи жолмен жүкті бола алмайсыз.